Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жарты сағатта дайын болатын торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тортымыз духовканы, сливкиді да қажет етпейді, табада дайындайтын боламыз. Жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізген ұнымызды саламыз. Қант қосамыз. Какао саламыз. Разрыхитель қосамыз. Барлығын араластырамыз. 2 жұмыртқа саламыз. Күнбағыс майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыздар болады, миксердің қажеті жоқ. Сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығуы керек. Шым-шым тұз қосамыз. Енді сода мен уксусымызды гасить ететін боламыз. Содамызға уксусымызды құямыз, барлығын араластырамыз. Және де дайындап алған массамызға құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңында дайындап алған массамызға қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз, тағы да араластырамыз. Мінекей бізде осындай сұйық масса дайын болды. Мен осындай блиныға арналған табамда пісіретін боламын. Баяу отта қызып тұрған табада пісіретін боламыз. Табамызға ең алдымен күнбағыс майын жағып алсаңыздар болады. Майды тек бірінші коржымызға жақсақ жетеді, келесі корждарға жағып қажет емес. Корждарымыздың екі жақ бетінде шамамен 2-3 минуттан қақпағын жауып пісіретін боламыз. Коржымыздың бірінші жақ беті құрғақ бола бастаған кезде екінші жағына аударатын боламыз. Мінекей екінші жақ бетінде тап солай 2-3 минуттан бетін жауып пісіретін боламыз. Осылай корждарымызды пісіріп жатырған кезде мен бірге кремін дайындаймын. Өте оңай дайындалады, сонда жарты сағаттай уақыт кететін болар осы тортқа. Корждарымыздың барлығын пісіріп дайындап алдық. Енді шеттерін тегістеп кеш шығатын боламыз. Шеттерінен қалған корждарымызды блендердің көмегімен ұнтақтап аламыз. Бұл ұнтақпен қазір тортымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Жұмсақ сары майымызды асты қалың табамызға қоятын боламыз. Қазір еріткен кезде жауыспайтындай болу керек. Орташа отта майымызды ерітеміз. Және де қаймақ саламыз. Барлығын жақсылап араластырып тұрамыз. Бір жұмыртқа саламыз. Қант қосамыз. Кукурузный крахмал мен ұн қосамыз. Барлық ингредиенттерімізді салған кезде венчиктің көмегімен жақсылап араластырып тұратын боламыз. Және де отымыз орташа отта болуы керек. Мінекей осындай сұйық масса болады. Қазір қойылына бастайды креміміз. Мінекей креміміз жақсылап қойыланды. Енді 1-2 бүлкілдегеннен кейін отымызды өшіретін боламыз. Салқын жерге суығанша қойып қоямыз. Енді видеода көрсетілгендей тортымызды жинайтын боламыз. Корждарымыздың бетіне кремімізді жағып шығамыз. Креміміздің бетіне банан немесе орех қоссаңыздар болады, замороженный ягода салсаңыздар болады. Креміміз барлық корждарымызға жететіндей жағуымыз керек. Кремімізді тортымыздың жандарына барлығына жағып шығамыз. Енді дайындап алған ұнтақтарымызды тортымыздың жандарына, үстіне барлығына сүйіп шығатын боламыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі тез дайындалады. Корждарын пропитать етіп, кремнің сіңгенін күтіп қажет емес, бірден кесіп жіберсеңіздер болады. Және де жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.